Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге түрік сериалдарынан көріп жегіміз келетін түріктердің бөлкесі семиттерді қалай жасауға болатындығын көрсететін боламын. Балды сироппен жасалатын болғандықтан өте дәмді және жұп-жұмсақ болып шығады. Сізде жасап көріңіз. Барлық керек ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен қамырын дайындап алайық. Ол үшін бізге жылы су қажет болады. Содан кейін керекті мөлшерде шекерімізді салып, жақсылап ерігенше араластырып, содан кейін ашытқымызды, яғни дрожжымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сәл 5 минуттай күтіп, ашытқының іске қосылуын, яғни реакцияға түсуін күтуіңізге болады. Немесе мен секілді бірден жұмысқа кірісіп кетсеңіз де болады. Яғни дрожжды салғаннан кейін сұйық майды салып, жақсылап араластырып, содан кейін електен өткізілген ұныңызды салып, ең алдымен қасықтың көмегімен, содан кейін қолдың көмегімен жұп-жұмсақ етіп қамыр илеуіміз қажет. Достар, менен сіздерге лайфхак. Нанды көбіне біз жаңағы жылы болып тұру үшін матаға орап, көрпеге орап қойып жатамыз ғой, қақпағын жауып. Егер де сіздің пешіңіз ыңғайлы жерде тұратын болса, сәл қосып алып, іші жылыдау деген кезде сөндіріп тастап, осы қамырыңызды қойып алсаңыз, кем дегенде жарты сағаттың ішінде осы наныңыз көтерілетін болады. Қазір мен дәл осы лайфхакты пайдаланамын. Мінекей жұп-жұмсақ етіп қамырды илеп алдым. Қақпағын жауып, жылы пештің ішіне 30 минутқа салып қоятын боламын. Мінекей 30 минуттың ішінде осылай екі есе болып, үлпілдеп жұп-жұмсақ болып қамырым көтерілді. Енді сиропын дайындап алайық. Ол үшін бізге жылы су қажет. Оған 2 ас қасық балымызды қосып, жақсылап ерігенше араластыруымыз қажет. Мінекей балымыз толыққанды еріді. Енді қамырымызды формаға келтірейік, яғни семиттің формасын берейік. Қолымызға жабысып қалмас үшін, жұмыс істеу ыңғайлы болу үшін сәл ұн себелеп алсаңыз болады. Достар, төменде көрсетілген мөлшермен менде 6 семит шығады. 6 семитті жасау үшін ең алдымен осы қамырымызды 12 бөлікке бөліп аламыз. Әрбір бөлігі кем дегенде 70-75 граммдай болып шықты менде. Осылай ыңғайлы етіп, дөңгелетіп, барлығын дайындап аламыз. Содан кейін қолдың көмегімен ұзынша етіп жаятын боламыз. Достар, тағы да бір айтатын, қазір семитімізді дайындап болғаннан кейін оны батыратын боламыз мына сиропқа. Сол үшін осындай кең тарелкаға сиропыңызды құйып ыңғайлап қойыңыз. Мінекей қамырларымызды барлығын осылайша қолдың көмегімен ұзынша етіп созып аламыз. Содан кейін бір-біріне орап өретін боламыз. Өрудің еш қиындығы жоқ. 2 жіп сияқты бір-біріне орай берсеңіз әдемі өрім шығады. Содан кейін 2 шетін бір-біріне жақсылап тұрып бекітуіміз қажет. Себебі пісуі барысында ашылып кетуі мүмкін. Мінекей түрік семитінің әдемі формасын берген секілдімін. Енді осы дайын қамырымызды сиропымызға астында үстінде барлығына жеткілікті етіп, мол етіп батырып алатын боламыз. Содан кейін дайын тұрған пергамент қағазыңыздың үстіне орналастырыңыз. Осы қамырыңызды жасау барысында пешіңізді қосып қоя беріңіз. 170 градуста кем дегенде 25-30 минуттың ішінде пісетін болады. Енді сіздің пешіңіздің күшіне қарай қызарған кезде, пісті-ау деген кезде алсаңыз жеткілікті. Мінекей барлық семиттерімізді дайындап алдық. Ең біріншісін сиропқа батырған болатынмын. Енді қалған семиттерімді де осылай мол етіп сиропқа батырып алып жатырмын. Содан кейін достар, міндетті түрде үстіне ақ кунжутты мол етіп себуді ұмытпаңыз. Осы бөлкелерге ерекше дәм беретін осы балды сироп пен кунжуттар піскеннен кейін сондай дәмді және жұмсақ болып шығады. Кунжутыңызды аямаңыз, мол етіп сепсеңіз болады. Немесе тарелкаға салып, оны да аударып барлық жеріне жеткілікті етіп сеуіп шықсаңыз да болады. Мінекей пешке жіберуден 25 минуттың ішінде осындай қып-қызыл әп-әдемі жұп-жұмсақ болып пісіп шықты. Енді сіздерге үзіп ортасын көрсетейін. Өте жұп-жұмсақ дәмді болып шықты. Сіздер де түрік сериалдарындағыдай кереметтей нанды жасап көріңіз.